Мысалы 2016 жылы Риода өткен Олимпиадада Джозеф Скулинг дейтін сингапурлық спортсмен бар, спортшы. Суда жүзетін. Және әйгілі америкалық жүзгіш бар ғой, 20 па, 22 ма, 20 па Олимпиаданың алтын алған. Сол Майкл Фелпстан озып кетті. Кейін айтады жаңағы. Скулинг айтады жаңағы. Жаңа сингапурлық спортшы ғой. Бала күнімнен дейді, осы жаңағы Майкл Фелпсті үлгі тұттым дейді. 2008 жылы Қытайда Олимпиада өткен кезде жүгіріп барып, қасына барып, автограф алып, суретке түстім дейді. Ол жаңағы Фелпс ол үшін бір асқар шың болып көрініп тұр дейді. Бірақ оның Еліктеу жаңағы суретін төсегінің басына іліп қойып, соған қарап отырып, ондай мешектелмеген. Интернеттен тауып алған, әлгі Фелпстің жаттығуларын жасаған, соның жаңағы рационын ішкен тамақтарды біліп қойды олардың спортсмендердің. Соның жаңа ем-дом процедурасы, оның жүзу тәсілдері дегенде соны қайталаған, сондай болуға талпынған. Нәтижесін жаңа айттық. Рио Олимпиадасы кезінде өзі еліктеп жүрген жаңағы пір тұтқан адамдан озған да кеткен. Джеки Чанды айтасыз. Неге Джеки Чанды айта береді? Джеки Чанды айтайық. Сіздер ойламаңыздар Джеки Чан неге айта береді деп. Біз балалар, жастарымыз жақсы көретін болған соң, кейде сіздерге осы сөзіміз өте ме деп айтып отырмын. Сол Джеки Чан Брюс Лиге қатты еліктеген. Соған ұқсаймыз деп, жаңа қатты еңбектенген, соңында өзінің жолын таппақ түгіл, даңқы мен кәсібилік жағынан ол Брюс Лиден әлдеқайда озып кетті. Немесе тағы бір мысал келтірейік, жастар жақсы білетін Стив Джобс. Эдвин Ленд дейтін жаңа өнертапқышты үлгі тұтады. Эдвин Ленд дегеніңіз жаңағы полароид дейтін бар ма, тіл сарақтап шығатын несі, фотоаппарат. Соны ойлап тапқан адам ғой. Сол полароид фото өнерінде жаңа революция жасаған дүние екенін түсінікті ғой. Сол Стив Джобсыңыз жаңағы мына дербес компьютер, жаңа ұялы телефон, программалау саласында ол да төңкеріс жасады. Ол жаңағы ұстаздан әлдеқайда өсіп кетті десек болады.